Сонымен қоса көлік транзит секторын белсенді дамытуды жалғаса түседі, шағын және орта бизнесті қолдау және дамыту жалғаса түседі. Ақша кредит саясаты маңызды ынталандырушы рөл атқарады. Колледж ұжымы президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қазақстан халқына жасаған жаңа жолдауын зор ықыласпен талқылады. Ұстаздар қауымы бұл құжат халықтың өмір сүру сапасын арттырып, әлеуметтік жағдайын жақсартуға бағытталған маңызды бастама екенін жеткізуде. Серіктес қаламызда өткен кеңес барысында педагогтар мемлекет басшысының жолдауындағы негізгі қағидалар жайында ой қозғап, өз пікірлерін ортаға салды. Әрине, көпшіліктің көкейінде жүрген 2020 жылдың сын қатерлеріне төтеп беру, қашықтықтан білім беру жағдайындағы оқыту, ұстаз мәртебесінің артуы сынды мәселелер де шара барысында қызу талқыға түсті. Бұл кеңесте ең алдымен мемлекеттік басшысы президент Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың биылғы Қазақстан халқына арналған жолдауы насихатталды. Өздеріңізге белгілі, бүгінгі күнде мемлекеттік тарапынан білім саласына көп көңіл бөлінуде. Осы бір елді алаңдатып отырған індетке байланысты қашықтықтан оқыту мәселесі де қаралды. Алғашқы болып сөз алған Абай Құнанбаев атындағы Саран жоғары гуманитарлық техникалық колледжі директорының тәрбие ісі жөніндегі орынбасары Жанбол Жаяубаев еліміз үшін маңызды жолдауда мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев өткенімізді таразы басына саралай отырып, келешекке нәтижелі істермен қадам басу керек екендігімізді нақты көрсеткенін атап өтті. Білім беру сапасын арттыру үшін біз ұстаздар құрамы аянбай еңбек етудеміз. Сонымен қатар бүгінгі педкеңесте жақында ғана қабылданған Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы талқыла салдық. Төрткүл дүниені жайлаған қауіпті дерт салдарынан бүгінде білімде, ғылымда онлайн форматқа көшіп отыр. Кеңес соңында колледж ұжымы айтылған бағыттардың әрқайсысы аса маңызды болып табылатынын ескеріп, мемлекет басшысының жолдауына бірауыздан қолдау білдірді. Президентіміздің игі бастамалары мен идеяларын қолдайтындықтарын және жолдаудағы міндеттерді орындауға үлес қосатындықтарын жеткізді. Яғни былайша айтқанда, табиғи қоршаған ортаны табиғатымызды қорғау мақсатында экологиялық өртес. Бекежан Ардағұлы, Оксана Метюхина, Николай Шевелев, 5-ші арна.